Өзбекәлі Жәнібеков 1931-1998 жылдары. Өзбекәлі Жәнібеков мемлекет және қоғам қайраткері, тарихшы, этнограф, өнертанушы ғалым. Ұлттық мәдениетімізді дамытуда, халқымыздың дәстүрлі өнерін танытуға өзіндік үлес қосқан бірегей тұлға. Оңтүстік Қазақстан облысына қарасты қазіргі Отырар ауданының Сарқамыс ауылында дүниеге келген. Арыс өзенінің Сырдария құяр тұсындағы көне қоныста 10 шақты үй болатын. Әкесі Жәнібек Құдиярұлы, анасы Қаныша Томаш қызы жер өңдеп, диқаншылықпен айналысқан. Көршілерді шақырып, ата-анасы шілдехана өткізеді. Шілдеханаға ауылдағы ең қадірменді қарт өзбек ақсақал да келеді. Сол кісідей елге қадірлі азамат болсын деп, нәрестеге Өзбекәлі деп ат қояды. Көп ұзамай әкесі қайтыс болады да, анасын әмеңгерлікпен жақын ағайыны Серім Сейітбекұлына қосады. Спандияр деген інісі Ұлы Отан соғысында хабарсыз кеткен. Күләраш әпкесі ертеректе дүние салған. Кіші әпкесінің есімі Мәдине. Бірде қолына Мәдиненің өрт деп аталатын суретті кітапшасы түседі. Судыратып оқи алмаса да, салынған суреттері қатты қызықтырса керек. Оқып берейін деп әпкесі қанша сұраса да бермей қойыпты. Сонда Мәдине жазу дәптерлерін ұсынып, түнде жастанып жатсаң, таң атқанша өрт секілді кітапша болып шығады, дейді. Иланған інісі түні бойы жастығын көтеріп, дәптерлерге қарап қойып жатыпты. Таң атқанда да еш өзгеріс болмаған көргенде бақырып жылап жіберіпті. Сол кезде Мәдине білте шамның жарығымен түнде оқып шыққан суретті кітапшасын інісінің қолына ұстата қояды. Әпкесі Өзбекәлінің үйдегі мұғалімі болыпты. Сабағын қадағалайды. Ертегі аңыз, жырларды оқып беріп, мазмұнын сұрайды. Одан қалса, қолына түрлі жіп беріп, кесте тоқтады. Бір күні мектептің қабырға газетіне бала Өзбекәлі жайлы өте ұқыпты, сабақты жақсы оқып, сыныптастарының алдына шықты деген мақтау сөздер жазылады. Өзбекәлі Жәнібеков жастайынан жетім өскен, кішкентайынан тұрмыс тауқыметін тартқан, қозы баққан. Солай бола тұра мейірімін елге, жерге, адамдарға деген адалдығын жоғалтпаған кісі. Ол кісі еңбекқорлығының, парасат пайымдылығының түпкі бастауы, балалық шақтан өрілгенін байқау қиын емес. Жәнібеков кейінге дейін мен өмірі жарып тамақ ішпеген, сіңірі шыққан кедей болғанымен мейлінше кішіпейіл, бүкіл болмысынан қайырымдылықтың, адалдықтың нышаны байқалатын, табиғатынан сыпайы, осы бір ауыл ақсақалының өнегесін көп көрдім деп отырушы еді. Кейін оң солын танып Алматыға оқуға аттанғанда Құрман атасы есегіне мінгестіріп, сырдың қайығына дейін шығарып салып, жалғыз ешкіні сатайын десем, жақын жерде базар да жоқ, атаңның саған батасынан басқа берері болмады деп егіле жылап сөйлепті. Өзекең қолын жайып батасын алған. Екінші сыныпты көрші Қоғам ауылында оқиды. Киетін киімі болмай, өгей әкесінің ұлы Абанның кішірейіп қалған көне костюмін кисе керек. Сонда Абан: «Не, мені өліп қалды дедіңдер ме? Киімімді неге жұртқа таратасыңдар?» деп жер тепкілеп жылайды. Қорлыққа шыдай алмаған баланың бойын намысы ызасы кернеп, үйден шығып кетеді. Апасына келсе, ол кісі: «Өмірде бәрі қайталанады. Кім білсін, ертең күнің туса, сенің ескілеріңді ол киер. Жігіт болып қалдың, не болса соған қорғалақтай берме», дейді. Анасының сөзі кәдімгідей жігер беріп, бойын нық түзетеді. Көп ұзамай ол кісі де қайтыс болады. Ауылдағы игі жақсы жиналып, 9-ға енді ғана толған баланы қайда жіберуді ойласады. Ақыры Серім әкесінің тұңғышы Қожанның қолына беруге келіседі. Негізгі себеп сол үйдегі жеңгесіне 2 жасар ұлы мен тәй-тәй басқан қызын бағысуға көмектеседі деген ұйғарыммен шешіледі. Бала Өзбекәлі зыр жүгіріп жүріп, суына келіп, отынын тасып береді, келі түйіп, қол диірмен тартады. Анасының бейнесі есінде қалмапты. 2 рет түсіне енген. Бірде солқылдап жылап жатқанда Қожан ағасының үйіндегі жеңгесі түртіп оятады. Сөйтсе, түсінде анасы келіп басынан сипапты.
Анасына әлдекімдерден көрген зәбірін айтып, қатты жыласа керек. Келесі жолы Алматыға оқуға бара жатқанда түсіне еніпті. Жол билеті болмай, вагонның жүк қоятын үшінші сөресінде ұйықтаған көрінеді. Тағы да басынан сипайды. Ұлы отан соғыс жылдарда сабағын үзбеген өзбекәлі Шәуілдірдегі Жамбыл атындағы орта мектепке ауысады. Интернетте жатып оқиды. Көрпе төсегі жоқ, ауылдан әкелген киіздің үстінде аунап жатып сабақ оқып ұйықтайды. Қарны аш, күніне 200 граммнан 3 рет нан, 1 рет көже береді. Демалыс күндері аш балалар жақын маңдағы ағайындарының үйін жағалайды. Кейде бір дорба тары, талқан алып қайтып біразға дейін талғажау етеді. Көбіне ересек балалар тартып алып қояды екен. Әсіресе Әзімбек атам мен келгенде қуанатын. Қарныма әлдене барып, көңілденгенімді көріп, енді ән айт деп қолқалаушы еді. Атамның жертөлесінің басына шығып, іштен дем тартатын түтіктен: Алматыдан сөйлеп тұрмыз, қазақ әндерінен концерт береміз деп хабарлап, өзім білетін әндерді нәшіне келтіре орындайтынмын деп еді Өзекең тағы бір әңгімесінде. Өзбекәлі Жәнібековтің өмір жолы, өсу жолдары оңай болған жоқ. Бозбаладан есейіп, жігіт шағында оқуға, білімге, еңбекке деген ізденісі, талпынысы, одан кейінгі үлкен өмірге араласуы туралы өзінің Тағдыр тағылымы атты кітабында баяндаған. Өзекең мәдениет министрінің орынбасары қызметінде осы саланы қолға алып, оның нақты, жүйелі, жоспарлы жүргізілуін негіздеген. Тарихи және мәдени ескерткіштерді мемлекеттік есепке алу, қорғау, қайта жаңарту, ұқсата пайдалануға жан тәнімен кіріскен. Халқының адал ұлы ретінде есімі тарихта қалды. Осы тұста арқалықта, өлкелік Алматы облысында Үмбетәлі музейлері ашылды. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Маңғыстау мен Үстірттегі Талас Шу өзені жағалауларындағы тарихи ескерткіштер, Жетісу өңіріндегі Қарахан, Айша бибі, Бабаша қатын кесенелері қалпына келтірілді. Жамбыл мен Сүйінбай кесенелері тұрғызылды. Шертер фольклорлық ансамблі, Адырна, Алтынай ұлттық өнер ұжымдары құрылды. Көне аспаптар музейі көрермендеріне есік ашты. Наурыз мейрамы ортамызға оралды. Ол кісі киіз басуды құрып бітіруге айналған ескі кілем нұсқаларын, көне әуез аспаптарын қайта қалпына келтірумен, халық билерін жаңғыртумен де айналысты. Ата-бабамыз тұтынған жылжымалы баспана үй үлгілерін бір ізге түсірді. Оларды қос, күрке, кепе, абылайша, туырлық үй, ақ үй, қара үй, отау, орда түрінде жіктеді. Тұрақты мекенжайларын киіз үй, шошала, қоржын үй, тоқалтам, тіркеспе, шарбақ үй, дүкен, қыстық үй деп ғылыми тұрғыда тарата тізді. Әрқайсының суретін шалғызып, қазақ сәулеткерлік өнердің қас шебері екенін елге танытты. Өзбекәлі Жәнібеков: мен ғалым емеспін, жоқ іздеушімін. Жетіскендіктен емес, халық мұрасын жинақтаумен тікелей айналыса қоятындардың жетіспегендігінен туған әрекет еді дейтін. Мұның бәрі халқымызды тануға қажет, бағасы теңдессіз құндылықтар. Осы аса дарынды азаматтың кейінгі ұрпаққа қалдырған қазақ қолтумасының мәдениеті, жаңғырық, алтын домбыра жайындағы аңыздың ізімен уақыт керуені, жол айрықта, Тағдыр тағылымы сынды тәрбиелік, танымдық мәні айрықша шығармалар бар. Қазақ даласында оның қолы тимеген киелі тасы жоқ. Талайлардың маңдайында аялы алақанның табы жатыр деп Әбіш Кекілбайдың көреген сөзіне осы бір күндерде одан сайын көз жеткізе түскендейміз. Ол кісінің шапағаты тиген адамдар оңдап, жүздеп, мыңдап саналатыны анық. Кезінде тұлғаға арнап небір арнаулар жазылды. Соның бірі қайраткер тұлғасын шынайы бейнелеген Торғай қаласында тұратын мұғалім ақын Бәтима Сәбитқызының «Азамат керек өзіңдей» атты толғауы. Отаным, елім, жер дейтін, руға жүзге бөлмейтін, тамыры жатқан тереңде тарихын елдің біл дейтін, халықтан жүрер бөлінбей, азамат керек өзіңдей. Намысты қолдан бермейтін, алысқа құлаш сермейтін, желбуаз жемқор пендені шамына тиіп жерлейтін, аққайыңның безіндей азамат керек өзіңдей. Өлкені әнмен тербейтін, өнерін елдің көрдейтін,
қазақ үшін аямай жаныңды да бер дейтін, кешегі баба көзіндей азамат керек өзіңдей. Басқамен іргем тең дейтін, ұлты үшін терлейтін, құшағын ашып мейіріммен бар қазаққа кел дейтін, уызы ұлттың сөліндей азамат керек өзіңдей.